Ұлыма хат. Ұлым, адам баласы өмірге келерде екі нәрсені таңдай алмайды. Туған жер мен туған ата-ананы. Өмірге келген соң екі нәрсені айналып өте алмайды. Махаббат пен өлім. Тал бесіктен жер бесікке дейінгі өмірің осы төрт нәрсемен тығыз байланысты. Сондықтан осы төрт нәрсенің түйінін шешіп ұшығын қолыңа ұстату менің әкелік міндетім. Алдымен туған жер, ол отан анаң. Кіндік қаның тамған қасиетті өлкең. Отаныңды қорғау, оны қастерлеп қадір тұту сенің перзенттік борышың, азаматтық міндетің. Екінші ата-ана. Ол сені өмірге әкелуші, тәрбиелеп өсіруші. Олар екі жарты бір бүтін, яғни бір адам. Сен үшін де солай болу тиіс. Ата-ана алдындағы перзенттік борышыңды толық өте алмасаң қапаланба. Әке деген мына жалған дүниеде сенен қарызын сұрамайтын жалғыз адам. Анаң да ана дүниеге аттанарда сен үшін ақ сүтімді кештім деп кетер. Баланың ең басты перзенттік борышы ата-ананың атына сөз келтірмеу. Әке шешең баланың кесірінен жаман сөзге қалмай, ел алдында еңсесін тік ұстап жүрсе, сол сенің ата-анаңның қолтығынан демегенің. Сол сенің перзенттік борышыңды өтегенің. Одан арғыны мен сұрамаста, тілемес дедім. Тәрбиесіз деген сөзді естірте көрінбе. Бұл менің сенен өтінер әкелік жалғыз тілегім. Ал махаббатсыз дүние бос балам. Өмірдің жақсы жақтары сүйіспеншіліктен, махаббаттан тұрады. Махаббатта тазалықты, адалдықты талап ететін қасиетті ұғым. Махаббатсыз өмірің көңілсіз, сұрықсыз, сүреңсіз болмақ. Сондықтан махаббатқа адал бол, оны сатпа. Өлім деген ғұмырлық өлшемнің ең соңғы нүктесі. Аллаға сен өлімді хақ деп таны. Жаныңды, тәніңді таза ұста, ұятты бол, арлы бол. Ұят иманнан, иман екі дүниеде де керек. Мінекей, аз да болса осы төрт тағылымға зейін қойып, ой елегінен өткізсең өміріңе жетерлі ғибрат болмақ. Мен сені есейгенше сүйреп жүрмейм. Жас болсаң да жігеріңді шыңдап талап қыл, талпын, өмірден өз жолыңды табуға тырыс. Адам 40-қа келгенше тұрақты мінез қалыптастырады. Сол мінезі өзіне өмір бойы серік болмақ. Көркем мінезбен жақсы атанып биіктен көрінсең, асып-тасып шалқыма. Сабырың жаныңа серік болсын. Жаман атың шығып жаның ауырса, ол да өз тағдырың. Жақсы болсаң да, жаман болсаң да өзіңнен көр, кісіні кінәлама. Ертеректе өмірде жолы болмай, не тірлік істесе де кері кетіп, әбден тау шағылған бір жігіт әкесіне келіп, мұңын шағыпты. Әке, мені өмірге не үшін әкелдің? Мұнша жолы болмайтын сорлы болғанша дүниеге келмегенім жақсы еді-ау деп. Сонда әкесі тұрып айтқан екен: балам, ақ неке, адал төсектен, Алланың қалауымен дүниеге келдің. Ешкімнен кем қылмай өсірдім, тәрбиеледім. Абайдай ұлы азамат болсын деп атыңды Абай қойдым. Енді өз қолың өз аузыңа жетті, бола алмаған өзіңнен көр деген екен. Қай әке бауыр еті баласын жаман болсын дей алады? Тіпті өзі жете алмаған жетістікке баласы жетіп, шыға алмаған шыңдардан баласын көргісі келеді. Бұл әке арманы. Ұлым, мына бір арпалысқа толы дүниеде азғантай қиындыққа төзбей үлкен жетістікке жету мүмкін емес. Болашақ деген қалың тұман адастырмай тұрмайды. Әке қанша көреген болса да баланың алдына шыға алмайды. Өмір ағысына қарсы жүзіп, өз жолыңды тауып кеткенше талай теперіш көрерсің. Ұядан ұшып, әке қамқорлығынан қол үзген соң, адам өзін өзі тәрбиелеу өте маңызды. Өмірдің әрбір сәтсіздіктерін тәжірибе деп қабылдасаң, келер жолы табан тірер тасың айналады. Шын мәнінде ер жігітті шар болаттай шыңдайтын өмірдің өзі. Әкенің көлеңкесінде жүрген бала күн сәулесін көрмей өтеді. Ондай баланың жарқын болашақтан үміті аз. Мен әке ретінде бойымдағы барымды бердім. Ал өмірден алар еншіңе өз күшіңмен жеткенің абзал. Қолдаушың бір құдай болсын құлыным. Тірі болсаң бір жерден шығарсың.